Ал көштік ал жаңа үйімізге, жаңа қонысымыз құтты болсын. Ал ё-май, жақсы болды ғой. Бірақ та мұны үйді тазалау керек. Осы үйді тазалап, маған бір кішкене болсын ақша табуға болады. Бұл көршімнің үйі ғой. Не деймін, көршіме көмектесуім керек. Көршіге енді ақша береді. Ақша маған ең керек, енді барлығына керек қазіргі заманда. Ал мұнаны қазір ең бірінші осы үйді сәндейміз. Хей, барлықтарың ассалаумағалейкум достар, сіздермен біргемін Олжас. Достар, біз бүгінгі видеода осы үйді мебельдермен сәндейтін боламыз. Менде как раз творческий бар дейін десем, оны қазір сатып алуға тырысамыз. Ал достар, ендеше мен өзімнің видеомды бастаймын. Видео басталмастан бір арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал бастаймыз. Go де. Так, мен ең бірінші осы көршінің үйін тазалап шығуым керек. Сосын мен өзімнің ақшамды алуым керекпін. Так, енді мына жерден керекті заттарды алайын. Сандықтың ішінде керекті заттардың барлығы бар деп айтқан маған. Так, ал енді мына железинлерді алайық. Алмаздарды алмай қояйық. Осы шлей қымбат зат қой енді, ё-мое. Сондықтан да алатын боламыз железин заттарды. Тас пен ағашты да ала салдық ал. Ал енді ең бірінші сыртына кірсек, сыртын тазалап шығайық. Ең бірінші осылайынан паутиналарды алып шығайық. Басқа мынаны алып тастаймыз. И сосын мынаны алып тастаймыз. Өйстіп тазалайтын боламыз біз қазір. Ё-мой, нерге қысылып қалдым ғой. Так, айтпақшы достар, сіздерден өте қатты кешірім сұраймын. Өйткені менде 2-3 аптаға дейін менде вообще видео шықпай кетті. Оның да бір себептері бар. Оның себебі менің телефоным сынып қалды. Сондықтан да бізде видео 2-3 апта бойы шықпай қалды. Ал енді күнделікті видеолар шығуға тырысатын болам, шығаруға. Егер де менде идеялар келіп жатса, бірақ та идея келіп жатса демеймін, негізінде идея көп. Ойланып жүрсең табуға болады енді. Ал енді мына тұрған тастарды алып тастап, новый тастарды қойып шығуым керек. Маған негде айтқан еді достар, сондықтан да сіздерден кешірім сұраймын. Енді күнделікті шығаруға тырысатын боламын. Және де достар, мен сіздер тағы да рахмет айтамын сіздерге. Неге десеңіздер, өйткені менің оқырмандар санын бізден вообще азайтып көбейтіп тастапсыздар ғой. Мен видео шығармай жатсам да сіздер деген тіркеліп жатырсыздар. Уже менде 140-тан астам подписчик бар. 140 емес, 130-дан астам подписчик бар. Сіздерге өте қатты рахмет. Мен бұндай болады деп ойламадым. Уже мен видео салмаймын, каналым төмендей бастайды. Адамдар вообще тіркелмейді, дамый алмайтын болдым деп ойладым. Бірақ та сіздер тіркеліп жатырсыздар. Мен өзім таң қалып қалдым. Сіздерге үлкен дәу рахметімді айтамын достар. Так, енді мынаның ағаштарды сырып кесіпті ғой, ё-мое. Ағаштарын да тазалау керек екен. Так, мына жердегі тастарды алып тастайық. Мына үйді енді тазалап тастап, енді өзімізге мебельдерді сатып алып деген сияқты көріп айтқанда достар. Так, ал енді маған мына блоктарға қойып шығайын енді тастарды, бос жерлердің барлығына. Так, мына жерлерде жоқ екен, мына екеуін алып тастайтын боламыз. И осылайынан тасты, новыйдан тастарды қоямыз, и нанды қоямыз. Хопа. Все болды, осылайынан қойып шығамыз. Так, мына жерге де қоямыз. Ал енді басқа жерлерде жоқ секілді. Ал енді бізге аяқтан тапор алу керек. Так, бізде железный тапор жоқ екен. Алмазный тапор екен, алмазный тапорды ала берейік. Не істейміз? Деяқ қойзында. Так, мыналарды алып тастайық, шіріген ағаштардың барлығын. Так, енді мыналарды алып тастайық. Терезесі жіп-жіңішке болып қалды ана жода. Ал енді мынаның барлығын үсіп қойып қояйық орнына. Осылайынан осылай все болды әдемі. Ал енді мына жақтағыларды бітіріп тастау керек. Ал енді осылайынан алып тастаймыз. Так, өзімізге алып аламыз шіріген ағаштарды. Қазір оны лаваға ма тастай саламыз қазір. Маған по-любому керек емес. Хопа, так, инан хоп, все болды. Ал енді осылайынан осымен біткен сияқты, по-моему ше, менің ойымша бітті ше. Так, бұлайынан көрек, ё-мое, мына жерге қоймаппын ғой мен, осыларды қойып шығайық. Бұлай, все болды, әдемі болып шықты мінекей.
Так, ал енді мына тұрған заттардың барлығын өз орнына қойып, өзіміздің ақшамызды алып кетейік та қалаға барып мебельдердің барлығын алмаймыз ба, потолок қылып үйімізді. Жақсы болды ғой. Мына заттардың барлығын тогда өзінің орнына қойып қоямыз, инаның барлығын аламыз. Все болды. Осының барлығы менікі ғой негізінде. Так, осылай қоямыз. Так, мынау нет атықылы еді, лаваға лақтырылмай жатыр екен ғой, бәсе шіріген ағашты мынаны лақтырып тастаймыз. Все болды. Қазір енді мынаның барлығын емес, жартысына ма қазір не алатын боламыз ғой, мебельдер алатын боламыз. Так, үй негізінде әдемі болып шықты. Жалпы айтқанда онда осы тұрған ақшаларға мебель алып келуім керек. Такси қазір келе ма, бұл жаққа келмей ма, сол уайым болып тұр ғой. В общем, достар, мен таксиді шақырдым, бірақ та такси келмеді. Сондықтан да мен бардым да мерден креатив сатып алдым. Басқа не істейміз, басқа амал жоқ. Сосын креатив сатып алдым енді. Қазір енді осымен үйімізді сәндейміз әдемі қылып. Так, все достар, мен өзіме керекті заттарды барлығын алып алдым өз қолыма. Ал енді мына жерге сағатты қоямыз әдемі қылып. Так, ал енді мына жерде бізге осы жерге осындай тумбочканы қойып қоятын боламыз. Сосын ол тумбочканы так мынандай қойсам қалай болады екен? Так, жарайды, осындай қоя берейік. Осы жерге үстіне сағатты қойып қоятын боламыз. Мына жерге компьютердің орнын жасайтын боламыз. Ортасына компьютерді қойып қоямыз. Сосын так бізге мына микрофонды, так, микрофон қойылмай ма, қалай өз? Все болды, енді қойылды әдемі болып. Онда мына жерге осыдан криперді қойып қоятын боламыз. Так, ойбай, не өп кетті, қуаты что-то қоятырында бүйтіп креслоны қойып қоятын боламыз. Осылайынан отырып компьютер шықлап отыра бересің. Кайф қой, компьютерді қосып өйстіп монтаждап видеоларды видео түсіріп деген сияқты ғой. Ал енді мына жерге ойбай, мынау дегенде мына картина бір қоя салайыншы деймін. Ойбай, шлейді өп кетті ма деп қоямын да. Басқа ешқандай орын жоқ екен де, бір жаман осындай болып тұр екен де, мына жерге болмайды қойған. Майы достар, күтіп тұрыңыздар, мен ең маңызды затты ұмытып бара жатыр екенмін ғой. Бәсе, майы бірдеңе жетіспей тұр деп қоям. Бізге системный блок жетіспей тұр екен ғой. Болды, енді әдем болды, енді ойластыру керек басқа да заттарды. Так, достар, мен мына жерге теледидар қоятын орын таппай тұрмын жота. Мына жерге қойсам бұл болмайды. Мына жерге былайынан қойын десең терезе тұр. Мына жерде терезе, енді ойлану керек болып тұр осы. В общем, достар, амалдың жоғына мына жердің терезесін алып тесе салдым. Енді бізде творческий бар ғой не дегенмен. Так, ал енді мына жердің теледидардың астына осындай тумбочканы қойып шығу керек. Осы жерге осылайынан диванды қоямыз. Мінеки достар, біздің үйіміздің іші өте әдемі болды. Так, ал енді мына заттардың барлығын лақтырып тастаймыз. Болды, бізге енді бұл керек емес. Мінеки мына жерде теледидарды көріп отырасың. Мына жерге бір керек бір любой затты қойып жібересің, кілт анау қойып жібересің, болды. Мына жерге отырып видео монтаждайсың, видеоны түсіресің деген сияқты. Ана жерге барып ұйықтайсың, сағатты көресің, ұйықтайсың. Сағатты көресің, 2 сағат бар, бізде сағатты көре бересің, бір жақта деп қоясың. Короче айтқанда. Короче, бізде осындай болып шықты. Ал мінеки үйдің сырты осындай, мінеки терезелері өте әдемі болып тұр. Бөлек терезе болып тұр ғой, менікі не дегеніменше. Ал мына жерден біз бұл менің бұрынғы үйім. Бұрынғы үйім дегенде бұрынғы ауылдың үйі ғой. Алдыңғы ауылды білесіңдер енді. Мен қуып жерді ол жерден. Не екенін білмеймін, басқа біреудің бәлесі маған жауып жерген болатын. Сондықтан да осындай бір жағдайға түсіп қалдық. Сондай, короче. Ал ендеше достар, мен осылайынан видеомды аяқтаймын. Егер де осымен сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Өйткені достар, бізде 91% адам 5 подписка көреді достар. Сондықтан да арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сіздермен бірге болған мен Олжас, мен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше давайте.